Хабарымыздың соңында спорттан бірер ақпар. Денис Тен командалық мәнерлеп сырғанаудан әлем чемпионатында өнер көрсетті. Токиода өткен жарысқа 2 қонақ арнайы шақырылды. Соның бірі біздің жерлесіміз. Айта кетейік, байрақты бәсекеде бас жүлде $1 миллион ақш командасы жеңіп алды. Ал 2 ұпай айырмашылығымен екінші орынға Ресей спортшылары табан тіреді. Ал жарыс қожайындары күміс медальді қанағат тұтты. Жарыста қазақстандық спортшы Сэм Смиттің өлеңінің сүйемелдеуімен халықтың сүйіп көретін қойылымымен лирикалық Миманкерай нөмірін орындады. Биік белестерді бағындырып жүрген қазақстандық спортшының есімі әлемге әйгілі. Денис Тен осы маусымда жалғас өнер көрсетуде алдына жан салмады. Ең жоғары ұпай жинады. Бұл отандасымыз үшін үлкен жетістік болатын. Олимпиада ойындарының қола жүлдегері біздің телеарнаға берген сұхбатында жапондықтардың осы спорт түріне деген көзқарастарымен бөлісті. Мне, конечно, очень радостно вернуться. Мен осы турнирге қонақ ретінде қатысқаныма қуаныштымын. Бұл жарысты миллиондаған жанкүйерлер тек стадионнан ғана көрмейді. Оны тікелей эфирде жапондықтардың 20% тамашалайды екен. Бұл деген мәнерлеп сырғанау спортының танымалдылығын көрсетеді.